Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін сіздермен өте дәмді болып шығатын қаймақтан пирог дайындаймыз. Видеоны соңына дейін көрмес бұрын арнама жазылып лайк басып кетіңіздер. Ең алдымен ұнға разрыхителді қосып, осы ыдыстың ішінде араластырып аламыз. Сармайдың үстіне қосып, осылай видеодағыдай қолмен үгітінді жасаймыз. Құрамдардың мөлшерін описаниеде қалдыратын боламын. Үстіне қымшекер және 3 жұмыртқаның сарыуызын қосып, қолмен жұмсақ қамыр илейміз. Қамырымыз дайын болды. Осы қамырдың 1/3 бөлігін бөліп аламыз. Үлкен бөлігін осы табамызға жайып шығамыз. Енді салмасын дайындаймыз. Қаймаққа осылай йогурт қостық. Екеуінің салмағы 600 грамм болу қажет. Үстіне крахмал қосып, араластырамыз. Енді бөлек ыдысқа 3 жұмыртқаның ауызына тұз және құмшекерді қосып отырып, осы миксермен әппақ болғанша миксерлейміз. Біздің ауызды миксерлейтін ыдысымыз міндетті түрде құрғақ болу қажет. Ауызымыз дайын болды. Осылай кішкене созылып тұру қажет. Шамамен 4-5 минут миксерлеп алдық. Енді осы дайын болған ауызымызды қаймақты массамыздың үстіне қосып араластырамыз. Осымен салмамыз дайын болды. Енді осы жайып қойған қамырымыз үстіне осылай жеміс-жидектер салсаңыздар болады. Әркім өз қалауы бойынша банан, алма, түрлі жемістерді салып беруге болады. Үстіне қаймақты салманы қосып, осылай бетін тегістейміз. Енді жаңаға алып қойған кішкене қамырымызды осылай қолымызбен үгітіп, осы пирогымыздың үстін сәндейміз. Қызып тұрған пеште 180 градуста пісіріп аламыз. Піскен соң бетіне әдемілік үшін сахарный пудраны себуге болады. Осымен өте дәмді болып шығатын пирогымыз дайын болды. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Видео ұнаса лайк басып, арнама жазылуды ұмытпаңыздар. Арнамда әлі көп рецептер болады. Сіздермен болған Нұрсұлу. Видеоны соңына дейін қарағандарыңызға рахмет.